Сәлем-алейкум, қалайсыңдар? Айнымау сүмдіктер, тартымдықтер, араласқандар, сәлем-алейкум барлығыңа. Менікі осы. Ұлтшылдық туралы көбісі әлі ештеңе түсінбей отыр. Ұлтшылдық туралы әсіресе негізгі ұлтшылдық туралы айтарым бар. Негізгі ұлтшылдық ол атқа шабу. Бәйге емес, атқа мініп көру. Негізгі ұлтшылдық. Ал одан басқа ештеңе жоқ ұлтшылдыққа. Сондықтан ұлтшылдық үшін еске салу үшін домбыра көсеу ақ ол, домбыраға жоламаңдар. Кем дегенде атқа бір рет мініп көріңдер десе, жуас аттарды ешкім айтпады, сол жуас аттарға мінуге болады. Мына Заречныйда 7000-дай тұрады бір сағат. Солай мінуге болады. Қазақ жер тоқым, ұлтшылдық, атқа мініп көру. Сол кем дегенде бір рет атқа мініп көрсең, сол ұлтшылдығыңа жарап отыр ғой, өмір бойға. Әйтпесе атқа мін десең, ол ұлтшылдық шықпайды ешқандай. Әйтпесе көсеуден бір-ақ шығасың. Көлікке барсаң да ол келмейді ол. Жаяу қиылыстар қаншама. Атқа мініп көруге қой, өзіңіз түсінесіз, сол үркектікті аттан үйренесіз бір келеді, қолдан келгенше. Кем дегенде сол бір рет атқа мініп көрсеңіз болды, ар жағын өзің түсінесіз, не болып жатқанын ұлтшылдықта. Сол ұлтшылдық енді атқа міну. Ал басқа ол жай сөз. Ең айтарым осы. Мына Заречный, Қостанай Заречныйда 7000 теңге деп өткен жақында бағасын шығарам. Менікі осы. Сосын ұзын киіз кию. Сол ұлтшылдық. Басқалары жай ол. Ақ бата ол жайна қалып отыр. Атқа мінбейінше ол бата бергендердің өзі. Түсінбейді. Не білінген. Ас берулерде онан да атқа міну орындамайсыздар, құртып отырсыздар ғой. Менікі осы. Психимет деп айтасыздар бірдеңе. Күтіп отырмын бәрі.